Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ерекше дәмді болып шығатын, сочный, аппетитный, барлық қонақтар разы болатын гүлханым дайындаймыз. Ол үшін бізге ең қажетті заттар асқабақ, картоп, пияз қажет болады. Олардың барлығын біз үккіштен өткізіп аламыз. Міне дайын. Ал енді қамырымызды жаямыз. Қамырды бірінші жаю үшін аз ғана суға жұмыртқа салып, тұз қосып, жақсылап қамыр илеп аласыздар. Қамырды сосын бөліктерге бөліп, жайып шығамыз. Ал міне қамырымыз жайылып, дайын болды. Оған кішкене ғана ұн сеуіп, барлық жерін жұп-жұқа етіп майлап шығамыз. Қамырымыз міне майлап қойдық. Енді ішіне салмасын саламыз. Видеода көрсетілгендей салып, әдемілеп осылай видеода көрсетілген еғіп жасайсыздар. Қамырдың кішкене ғана бөлігіне салмасын қойып, кішкене ғана бөлігін қайырып, оны ортасын кішкене ғана шетінен кесіп алып, орайсыздар. Видеода көрсетілгендей жасайсыздар. Ал міне біздің гүлханымдарымыз дайын болып шықты. Енді оның барлығын естерге жайғастырып, бетін жауып, суды алдымен қайнатып, 45 минутқа пісіріп алатын боламыз. Ал міне біздің асымыз дайын болды. Қонақтарға әдемілеп, ұялмай ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.